Саламатсыздар ма, құрметті подписчиктер. Бүгін біз осы компьютерге антивирус орнатамыз, яғни Касперский антивирус. Өте танымал, өте күшті антивирус деп айтқым келеді. Біз мына жерде стрелканы басып тексеріп көрейік, басқа антивирустар жоқ па. Мына антивирус бұл Windows-тың өзінің антивирусы, встроенный дейді, яғни. Біз бұл компьютерге, яғни Windows 11-ге Касперский антивирус орнатайық. Сонымен Google ашамыз. Поиске былай жазамыз: скачать Касперский free деген, яғни бесплатный деген. Скачать Касперский осындай Касперскийдің осындай версиясы бар, соны көшіріп алайық, сосын орнатамыз. Мінеки мына жер антивирус Касперский free деген бар, осыған басып көшірейік. Сосын тағы да бар екен, мына жерде ашып көшіріп алайық. Мінеки қазір скачать деген шықсын, сосын көшірейік. Негізі бұл версия қазір таңда актуальный емес, яғни мерзім біткен деп айтсам болады. Сонда да бір тексеріп көрейік. Скачать сервері софт порталын басамыз. Реклама шығып кетті, жабамыз. Мына жақта бір сайт ашылыпты, осы жақта бар ма екен көрейік. Мінеки скачать бесплатно дейді, басайық. Ондай версия жоқ дейді. Яғни ондай версия қазір шықпай қалған. Мына сайттан көрейікші екен. Бұл жақта бар дейді, қазір көшірілу керек. Мінеки бер жақта көшіріп жатыр екен. Көшіруін күтейік, аяқталуын. Загрузканы ашып көрейік. Мінеки әлі көшіріліп жатыр. Менің каналыма, IT-маман каналыма подписчик жасаңыздар, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, комментарий жазып кетіңіздер, мен жауап беруге әрекет жасаймын. Видео ұнаса, немесе қандай да бір проблемалар шықса, осы IT саласы бойынша комментарий жазып кетіңіздер, жауап беруге әрекет жасаймын. Негізі өзім колледжде жұмыс жасаймын. Жалпы еңбек өтілім 20 жылдық еңбек өтілім бар. IT саласы бойынша әртүрлі проблемаларны осы уақытқа дейін шешіп үйреніп келе жатырмын. Видео монтаж болсын, графика болсын, ремонт болсын, жан-жақты станоктар, аппараттар, оборудование болсын, осы салалар бойынша көмектесе аламын сіздерге. Мінеки көшіру бітті. Енді свернуть етіп загрузканы ашайық. Мінеки загрузка мына жақта. Мінеки Касперский free версия көшірілді. Осыны ашайық, установочный. Біз қазір ескертіп айтайын, Windows 11 версияға орнатып жатырмыз. Касперский free антивирусты. Бұл қазір интернеттен көшіріп отырады. Установочный, загрузочный, бұл жағына ярлыкты біз көшірдік. Сол үшін біз интернетке қосып қоймыз керек. Мінеки интернетке қосылып тұр. Әрине скоростьқа байланысты. Скорость қандай жақсы болса, қандай тез болса, установкада тез жүреді, тез барса тез өтеді. Сол үшін мен видеоны өткізерім. Егер ұзақ болса, продолжить басамыз. Принять условия, продолжить басамыз. Даны басамыз. Мінеки қазір өзінің пункттар басталды. Сол загрузканы бастап жатыр. Сол загрузканы бітуін күтеміз енді. Мен қазір видеоны паузаға қойайын.
Так, мінекей загрузка аяқталды. Шамамен жарты сағат уақыт кетті. Енді ары қарай активация сұрап жатыр. Войдите, чтобы активировать бесплатную защиту дейді. Мына жерге біз электронды почтаны жазамыз. Міндетті түрде. Электронды почта жоқ болса, Google аккаунтпен кірсеңіздер болады. Телефонмен немесе компьютермен. ВК болса немесе Яндекс болса да. Менде өзім почтам бар, сол почтаны жазам. Электронды почта ашу бойынша сабақ керек болса, комментарий жазып кетіңіздер. Мен сол электронды почта ашу бойынша сабақ түсіремін. Сол осы каналыма саламын. Почтам жаздым. Бұл жерде почта шынымен істейтін болу керек. Қазір сіздердің почталарыңызға активация келеді. Продолжить басамыз. Так, мына жерде пароль сұрап жатыр. Өзімнің паролімді жазам. Так, войдин басам. Қазір не шығады көрейік. Неверный пароль дейді. Так, онда басқа немен кіреміз. Google аккаунтпен кіреміз. Мінекей аккаунтпен кіріп жатырмын. Продолжить. Мына жерге галочканы қоямыз да. Продолжить басамыз. Подтвердить басамыз. Продолжить басамыз. Яғни Касперский компаниясы сізге аккаунт ашып беріп жатыр. Сол аккаунт арқылы сізге ключті береді, бір айлық ключті тегін береді. Негізі Касперский антивирустың ключтері интернетте немесе басқа магазиндерде ақылы тұрады. 8 теңге 10 теңгеден тұрады, бір жылына срогі. 8-10 теңгеден басталады негізі. Сол үшін қазір пока барын қолданамыз. Бізге қазір Касперский стандарт керек, соны ала берейік пока. Попробовать бесплатно дейді, соны басамыз. Бұл жерде Касперский стандарт деген қарапайым стандарт бізге жетеді сол. Соның өзі компьютерге вирустарын тауып өшіріп бере алады. Профессиональный түрлері бар, оларға бөлек сабақ түсіретін болам. Каналыма лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, комментарий жазып кетіңіздер, тағы да қандай антивирустар туралы видео түсірейін. Осы каналым мен ескертіп айтайын, осы каналыма тағы да антивирустардан басқа вирустарды өшіретін қосымша утилиталар кішігірім программаларды жүктейтін болам. Жүктеу туралы, яғни видеоларын түсіретін болам. Қандай не екендігін, қандай программа туралы. Так, мінекей, мына жерде установка бітті деп тұр. Ваша пробная подписка истекает 23 июнь 2024 жылы дейді. Яғни 31 күнге бізге лицензия берді, ключ берді. Понятно, басамыз. Проверить, мына жерде сообщение шықты, пропустить басамыз. Мінекей бізде антивирус пайда болды. Барлығы орнатылды. Керемет, өте жақсы. Бізде обновление жүрген шығар, қазір көрейік. Обновлениені қазір іздеп тауып алайын. Обновление автоматически жүрген сияқты. Негізі интернет қосылып тұрса, болды автоматически түрде обновление жүреді. Мына жерде мінекей Касперский антивирус пайда болды. Мышканың өшіретін бассақ, мінекей барлығы дайын. Мына жерде мынандай сұрақ туындап жатыр. Мына Касперский орнатылды, енді оны қалай өшіреміз деген сұрақ. Өшіру үшін пускқа басамыз. Параметры. Так, мына жерде приложение. Установление приложение. Қазір тізім шығады, тізімнен Касперскийні тауып аламыз.
К әрпіне барамыз. К-дан басталатын болғаннан кейін. Программа көп болғаннан мінеке табылды. Мына жерде 3 точканы басамыз да, удалитті басамыз. Удалить. Дан басамыз. Подтвердить басамыз. Далее басамыз. Удалить. Мінеке Касперский антивирус өшірілді. Касперский антивирусты өшіру себебі, басқа антивирус қоятын болсаңыз, бірінші ескі антивирусты өшір, сосын барып, басқа антивирус орнатсаңыз дұрыс. Не себебі, бір компьютерге 2 антивирусты бірде орнатамайсыздар. Соны біліп қойыңыздар. Сол үшін бірінші антивирусты өшіріп, сосын барып екіншісін орната бересіз, міндетті түрде. Мінеке осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, комментарий қалдырыңыздар, сұрақтар қойыңыздар. IT саласы бойынша достарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға осы каналды таратсаңыздар өтініш сіздерден. Каналды дамытайық, қазақ тіліндегі видео сабақтарды дамытайық, көбейтейік. Перезагруз сұрап жаздар.